Сәлем достар! Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ғажайып әлем. Алланың құдіретіне шек жоқ қой сірә. Таң қалудан жалықпаймын. Бүгінгі естіген оқиғамды баяндап берейін. Ақмаржан мен Ержан бір мектепте оқыды. Ержан Ақмаржаннан 2 сыныпқа жоғарыға оқыған екен. Ес білгелі Ержан осы қызға ғашық. Былай айтқанда бүкіл мектептегі жігіттер ғашық десем болады. Ақмаржан өте әдемі қыз. Тал бойында бір міні жоқ. Көркіне ақылы сай, биязы, салмақты, сабырлы. Ержан ауылдағы бір дөкейдің қара домалақ баласы. Не ішемін, не киемін деген уайым жоқ. Жағдайының бәрі жасалған, бірақ соған қарамастан өте қарапайым. Баймын деген өр көкіректігі жоқ. Ал Ақмаржан қарапайым отбасынан шыққан қыз. Отбасында ата-анасы және өзі ғана бар. Ержан мектепте жүргенде неше рет сөз айтып Ақмаржанды еш қарата алмады. Кейін өзі мектеп бітіріп, жоғары оқуға орнына түседі. Ал Ақмаржан 2 жылдан кейін бітіріп, оқуға қалаға келеді. Мектеп бітіргенін күтіп жүрген Ержан қалаға келген Ақмаржанды торуылдан қоймайды. Бірақ алып қашып та кетпейді. Тек Ақмаржанның өзіне сезімі оянуын күтіп жүр. Күнде тәттілері мен гүл шоқтарын әкелуді жалғастыра береді. Ержанның қоймайтынын білді ме, әлде өзін Ержаннан артық жақсы көретін жігітті таппайтынын түсінді ме, Ақмаржан Ержанға өз келісімін береді. Ержан жоғарғы оқу орнын бітірген соң екеуі үйленді. Ақмаржан одан әрмен оқуын жалғастырды. Барлық оқу ақшасын Ержан өзі төлеп тұрды. Ақмаржан ешқандай қиындық көрмеді. Алақанында салып жүрді. Өзің емес, өзіңді сүйгенге шық деп бекер айтылмапты. Жыл өтіп, тұңғыш перзенттері дүниеге келді. Ақмаржан ұл босанды. Ержан өзінің ізін жалғастырушы келді деп қатты қуанды. Ұлы 2 жасқа келгенде Ақмаржан қатты ауырып қалды. Тексерілсе, қанында бір өзгеріс бар болып шығады. Дәрі-дәрмекпен жүресің, енді босанбайсың, босануға болмайды, деп дәрігерлер қатаң ескерту жасайды. Ержан да келіншегін апармаған жер қалмады. Еш өзгеріссіз, амал жоқ дәрігердің айтқанын жасап күтініп сақтанып жүрді. 5 жылдан бері тек дәрімен жүр. Сол баяғы ауруы еш өзгермеді. Ержан мен Ақмаржанның ұлы 5 жасқа толды. Өзі жалғыз болғанға ма ерке болып өсіп жатыр. Ақмаржанға ұлының жалғыз болғаны жанына бататын. Өйткені өзі де үйдің жалғызы. Сырласатын ешкімі жоқ. Баласының бауыры болғанына қалайды. Бұл шешімін Ержанға айтып еді, ұрсып шыға келді. Маған керексің, түсінбейсің бе? Сенен айырылып қалғым келмейді. Енді мұндай әңгімеңді айтушы болма. Естімейтін болайын, дейді. Ақмаржан бәрібір күнде ойдың үстінде жүр. Бәрібір ауырып жүрмін. Одан да ең болмағанда балама серік туып берсем деп. Ешкімнің сөзін тыңдамай, ешкімге айтпай, не де болса тәуекел деп көтереді. Ержан да білмейді, өйткені ешкімге тіс жарып айтпайды. Қабылдап жүрген дәрісінің біреуін де ішпей қояды. Іштегі баласына зияны тимесін деп. 3 айға жақындаған кезде дәрігерге есепке тұруға барады.
Мұны естіген дәрігер әбден ұрсып: «Жаныңды ойламайтын адам екенсің. Болды, қазір барамыз да алдырып тастаймыз. Саған болмайды. Бұл баланы босанатын болсаң, тек біреуің аман қаласыңдар. Бұл менің шешімім. Не болса о болсын. Алдырмаймын. Қалай болса да босанамын», дейді. «Үйдегі ата-енең жолдасың біле ме?» «Жоқ, білмейді. Мен солай шештім. Оларға айтсам қарсы болатын еді». «Енді не болады? Ертең жағдайың нашарлап кетсе қайтесің?» «Маған бәрібір. Тек аман-есен босансам болды». Ақмаржанды райынан қайтара алмайтынын біліп: «Жарайды, онда менің қатаң қадағалауымда боласың. Мен не десем соны жасайсың. Ертең барлық қан талдау тапсыратын бол. Сонан соң көреміз», деп шығарып салады. Үйіне келіп барлық жағдайды ата-енесіне, жолдасына айтады. Мұны естіген жақындары қыздың ата-анасына хабарласып, барлығы дүрлігіп, Ақмаржанға ұрсып, жағдайын түсіндіреді. Әкесі мен анасы жылап та жүр. «Не болды? Енді алдыра салшы, көз алдымызда аман-есен жүрші. Балаңа еге бол, соны өсір, үйлендір, қызығын көр. Саған не жетпейді? Ұлың бар ғой», деп. Бірақ ешкімнің сөзінде құлағына ілмеген Ақмаржан бірбеткейлік танытып, ешкімді тыңдай қоймайды. Амалы таусылған жақындары көнбеске болмады. Естеріне таң азанымен қан талдауы барып тапсырып кетеді. Бүрсігүні дәрігер хабарласады: «Маған ертең тез кел, алдыңғы талдауларыңды ала кел», дейді. Ертесіне осыған дейін тапсырған қан талдаулары мен дәрігердің жазып берген қағаздарын апарады. Ары-бері барлығын қарап шыққан дәрігер басын шайқап: «Мынаны қарашы», деп қағазды көрсетеді. «Сенің 5 жылда тапсырған қан талдауыңның бәрі бірдей. Бірақ кешегі тапсырғаның мүлдем басқа адамдікі секілді. Таңданып отырмын. Ауысып кетпеді ме екен? Қайта тапсырып көрші, қайта көрейік», дейді. Ақмаржан біраз күн өткен соң қайта тапсырады. Асыға күтіп жүрген дәрігер қорытындыны шыға сала қағазға шұқшиып қарап отыр. «О Алла құдіретін, неткен күштеді. Қалайша бұлай болды? Бойына бала бітірдің де, анасына да шипа бердің». Кешке жұмыстан асығып шыққан дәрігер тіке Ақмаржанға қарай құстай ұшты. Жақсы жаңалықты естігісі келіп тұр. Үйіне бара сала, аяқ киімін шешер-шешпес Ақмаржанға қарап: «Сенің қан талдауың жақсы шықты. Мұндай жағдай бірінші рет», деп таңданысып жасыра алмады. Мұны естіген Ержан да, ата-аналары да жылап жіберді. Араға 6 ай салып, Ержан мен Ақмаржан қызды болады. Әп-әдемі, дені сау болып туылды. Кішкентай бүлдіршін үйіне бақыт әкелді. Содан бері 3 жыл өтті. Қазір Ержан мен Ақмаржан ұлы мен қызының тәтті қылықтарына тоймай, бақытты ғұмыр кешуде. Қызы тура Ақмаржанның кішкентай кезі. Өзінің қылықтары мен барлығын бақытқа бөлеп жүр. Алланың құдіреті шексіз ғой, шіркін. Естігенде таң қалдым. Адамнан емес, Алладан сұра деген осы шығар. Егер менің хикаям ұнайтын болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.